Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім. Сіздерді, яғни Саршаян жұлдыз белгісінде туылған жандарды бүгін осы жандардың жалпы ер адамдардың да әйел адамдардың да барлықтарына қатысты наурыз айына арналған тары жорамалын ұсынғым келеді. Наурыз айында сіздерді не күтеді, не жаңалық орын алады өміріңізде, сол туралы қысқаша ақпарат беретін боламын. Әдеттегідей міндетті түрде каналға жазылыңыздар, міндетті түрде өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырыңыздар, және өзінің жеке сұрағын қойғысы келетін жандар үшін осы видеоның астында Instagram парақшам сілтемесін қалдыратын боламын. Сол жерге өту арқылы тіркеліп өзіңіздің сұрағыңызды қойсаңыз болады. Енді сұрақ бір нәрсені ойлап жүрген болсаңыз, осы айда бола ма деп ішіңізден ойлап қарап отырыңыз. Саршаян жұлдыз белгісі, наурыз айы. Саршаян наурыз айы. Саршаян жұлдыз белгісінде туылған жандар үшін наурыз айы қалай болмақ? Жалпы бұл карта ер адамды білдіреді. Я ол сіз немесе ол сізге қатысты бір ер адам. Өте жаңағыдай влиятельный дейді ғой. Сондай бір адам. Я өміріңізге тап болады сондай адам. Немесе сондай бір адам тап болады, кездеседі, болмаса сіздің өміріңізде бар адам. Ол мүмкін сіздің әкеңіз, ол мүмкін сіздің ағаңыз, күйеуіңіз, сондай бір ер адам, мықты, өзінің сөзінде тұратын, басшы ретінде, ол сіздің мүмкін бастығыңыз болуы да мүмкін. Сондай адам сізге көмегін беруі мүмкін, сіз немесе сондай адамға обращаться етіп барасыз, көмек сұрайсыз. Көмегін алудан қорықпаңыз, уайымдамаңыз, алыңыз. Егер сіз қиналып жүрсеңіз, сондай адамнан көмек сұраңыз. Және бұл жерде жалпы болмаса сіз өзіңіз бір жерге басшылық етесіз, басшылыққа тағайындаласыз, немесе сізге белгілі бір дүниені басқаруға проекті болсын, жоба болсын, немесе бір үйде отбасылық жағдайда белгілі бір дүниені басқаруға белік беруі мүмкін, тапсырма. Барлығына үлгересіз, қорықпаңыз, уайымдамаңыз, қолыңыздан келеді. Бұл бір жағынан дамудың картасы, сіздің дамуыңызға ер адам бір себепші болып көмегін көрсетуі мүмкін. Денсаулық жағдайыңыз жаман болмайды, жақсы болады. Кейбір адамдар әке атануы мүмкін, яғни әке атануы мүмкін, немесе балалы болуы мүмкін. Балалы болсаңыз, ұлды болуыңыз әбден мүмкін. Жалпы карта бойынша ешқандай бір қиындық аса көріп тұрғаным жоқ. Қайта сіздің дамитыныңызды және дамуыңызға көмектесетін адам, ол ер адам, тәжірибелі, жауапкершілігі мол, сондай адам болуы мүмкін. Орныңызды табасыз, уайымдамаңыз. Прям бұл айдың басында прям нақты өзіңізге не керек екенін ашып қарап біліп алуыңыз мүмкін, немесе адамнан біреуден көмек сұрауыңыз мүмкін. Кейбір адамдар өміріне қатысты, жұмысқа қатысты, жеке өміріне қатысты бір шешім қабылдайды маңызды. Біреулер ұшақпен басқа жаққа ұшуы мүмкін. Және ол өзінің өмірін өзгерткісі келіп, жұмысқа байланысты болуы да мүмкін. Екінші карта. Енді бұл карта бойынша айтарым менің сізге, жалпы бұл карта нені білдіреді? Бұл нулевой карта. Нулевой карта бір жағынан аңғалдықты білдіреді. Сіз сондай болудан сақтаныңыз, ақымақтыққа салынбаңыз. Дегенмен ойланбай шешім қабылдаудан сақ болыңыз. Біреулер мысалға барлығын басынан бастауы мүмкін. Біреулер жұмыстан кетеді, жаңа жұмыс бастайды, жаңа өмір бастайды. Біреу бір отношениеден кетеді. Біреулер немесе жақсы адамды жолықтырып, жақсы өмір бастауы мүмкін. Мысалы, сіз жақсы бір ер адам, егер әйел адам болсаңыз, ер адамды жолықтырып, басқа өмір бастауыңыз мүмкін.
бұрын жасамаған іспен айналысу, барлығын жаңадан бастау, да, сондай сияқты жағдай болады. Орнын ауыстыру, мысалға бір жерден кетіп екінші жерге келуіңіз мүмкін. Қуанышты жағдайлар болады. Ойламаған жерден бір өзгерістер болады. Сіз және оны күткен жоқсыз, мүлдем сіз оған дайын болғанда жоқсыз деп айтайын. Немесе кейбір адамдарды, мысалға, ұлы немесе қызы өзінің жартысымен таныстыруы мүмкін. Сондай жағдай болады. Жағдайлар, бір белгілі бір жағдайлар күтпеген жерден өзгеріс болады сізде, точно. Бір нәрсе тез өзгеріс алуы мүмкін. Сіз, мысалы, біреумен танысасыз, и ол отношение тез өрбиді, жақсы жаққа қарай тез өзгеріс алады. Тағы да айтарым, кез келген нәрсені қабылдайтын кезде, шешім қабылдайтын кезде, ойланып шешім қабылдаңыз, талдап шешім қабылдаңыз. Нақты ойланбай шешім қабылдаудан сақ болыңыз, потому что сізде сондайға тәуелділік көп болады. Яғни қызуғандылықпен, жаңа керемет қуанышты сезіммен немесе ашулы сезіммен шешім қабылдап, кейін өкініп қалмаңыз. Бір істеген қателікті екінші рет істеп. Үшінші карта. Үшінші карта бойынша бұл ер адам. Бұл ер адам өте агрессивный, мықты агрессивный адам, және сіздің тарапыңыз, сізге деген оның тарапынан бір агрессия бар. Яғни сізге кедергі келтіруі мүмкін сол адам белгілі бір дүниені бастауға, немесе жаңа отношениені бастауға. Үшінші адам әлі бұрынғы өміріңізде бар болған адам кетпей тұруы мүмкін. Сізге басқа отношения уже не бар, мүмкіндік бар, ашылып жатыр, но үшінші адам кетпей тұр, бұрынғы өміріңіздегі адам. Енді әркімде әртүрлі, просто мен мысал ретінде айтып жатырмын. Сондықтан әркім өзіне тиісті элементтерін алып қалсын, адамдар. Енді бұл карта бойынша мен айтар едім, бір еркек, бір жағымсыз сізге жағдай туындатуы мүмкін, немесе жағымсыз жаңалық әкелуі мүмкін. Өте салқын, ашулы, агрессивный адам. Бірінші оның мінезі, басы істейді. Басы істейтін адам. Бірақ сізге келгенде ол кедергі келтіреді да, үнемі. Немесе сіздің ойыңызды үнемі артқа тартып, үнемі сізді қолдамай, сізге сондай қолдау көрсетпеуі мүмкін. Бір неприятный үнемі жағдай жасайды, момент создавать етеді үнемі. Сондай болуы мүмкін. Немесе үмітіңізге постоянно өшіріп тұрады үмітіңізді, да. Ойламаған жерден тез өзгеріс болады. Ойламаған жерден тез өзгеріс болуы мүмкін. Және сол өзгерісті, неудобный өзгерісті осы ер адам әкелуі мүмкін. Ол мүмкін сіздің бастығыңыз, ол мүмкін сіздің жақыныңыз, ол мүмкін үшінші ер адам, да. Сондықтан әркімге әртүрлі. Мысалы, сіз бір жұмыстан кеткіңіз келді, бірақ сізді жұмыстан жібермей қалды, потому что осылай отработка дейді ғой, отработка жаса деп. Сөйтіп сізге кедергі келтіріп тұр. Сондай сияқты жағдай. Яғни ол адамның тарапынан сізге деген айтсам екен, қалай? Қолайсыз жағдай туындатады да ол сізге. Қолайсыз жағдай туындатып тұр. Және ол оны нарочно істеп тұр. Кәдімгі соған бағытталып, әдейі іс жасап тұр. Келесі карта, ол сіздерде келесі карта. Прям сіздің өміріңізде көп ер адам болады осы айда, түсінесіз ба? Көп ер адам болады, и ол адам еркектер болады. Көбінесе біреу көмектеседі, біреу көмектеспейді деген. Яғни біреулер, немесе сізде бір ер адамға байланысты переживание болады, уайым болады. Ол уайым, мүмкін сіз көптен бері ол адамды кездестірмей жүрсіз, көптен бері ол адаммен табыса алмай жүрсіз, кездесе алмай жүрсіз, соны күтіп, ойланып, уайымдап жүруіңіз мүмкін. Немесе жүрегіңізге жақын нәрсені уайымдайсыз. Яғни жүрегіңізге жақын ер адамды уайымдайсыз.
ол ер адам сізге уайым әкелетін болады, бірақ ол жақсы көргеннен деп ойлаймын. Енді жақсы көргеннен адам уайымдайды. Бірақ не болмаса, кейбір адамдарда бір ер адам өмірінде бір ер адамнан көмек сұрауыңыз мүмкін, мүмкін болмаса бір ер адам лидер, сондай бастық, немесе сіздің әкеңіз сіз үшін авторитетный, да, сондай бір адам, сильный, прям мықты адам сізге влияние оказывать етеді. Ол оказывать еткен влияние жақсы жағынан көбінесе. Және бір активность болады сізде бұл айда. Бір нәрседен таймай, прям шешім қабылдап тұрсыз, шешім қабылдауым керек, істеуім керек деген сияқты бір үзілді кесілді шешім, сондай бір неде тұрасыз, ойда тұрасыз. Ол мүмкін іске байланысты, ол мүмкін отношениеге байланысты, ол немесе орын ауыстыру, жұмысқа байланысты, үй алуға байланысты, да. Табысыңыз тұрақты болады, денсаулығыңыз жаман болмайды, жақсы болады. Белгілі бір конфликттер болуы мүмкін, на почве жаңа ашуланудың, бір агрессияның кесірінен. Рисковать етуден қорықпаңыз, дегенмен де ойланып рисковать етіңіз, потому что кейбір адамдар бір жасаған қателікті 2-3 рет жасайды. Сондықтан да мұқият болғаныңыз өзіңізге жақсы ғой. Енді не болса да мұқият болғаныңыз, үнемі бір соққан жерге басыңыз екінші соғуға да болмайды ол. 5-ші карта. Айтып тұрмын, сізде прям өміріңіз еркек, білмеймін енді. Егер сіз ер адам болсаңыз, сіз прям осы неде прям мықты, андай немен, ынтамен прям жұмыс істейтін боласыз. Мықты ынтамен шешімге келіп тұрсыз, шешім қабылдайсыз, жұмыс іс әрекет жасайсыз, прям қимылдайсыз, да? Если ер адам болсаңыз. Ал если әйел адам болсаңыз, сіздің өміріңізде прям ер адам прям тола болады, білмеймін неге ондай болып тұрған. Мүмкін ол сіздің жақындарыңыз, да, мүмкін ол сіздің атаңыз, бір үлкен адам, еще жас та болады, үлкен де болады, бірақ көбіне ер адамдар шама үлкен, ақыл тоқтатқанда өзіне не керек екенін білетін адам сіздің өміріңізде болатын. Сізге біреу көмектесуі мүмкін, наставник етіп, наставник болуы мүмкін, сізге бір нәрседе ақыл айтуы мүмкін, бір нәрсе көптен бері тоқтап қалған жаңағы жұмысты жылжуына көмектеседі, немесе өзінің септігін тигізеді, немесе сіз көптен бері отношениеде болмасаңыз, сізге бір адамдар, мысалға ер адам сізге отношениеде болайық деп ұсыныс жасайды. Денсаулық жақсы болады, ақшаны өзіңіз прям оймен дұрыстап, мұқият, жоспарлап, жұмсайсыз болайда. Көптен бері тоқтап қалған жұмыс алға жылжиды, точно. Көптен бері тоқтап қалған жұмыс сізде алға жылжиды. Бірдеңені уайымдап жүрсеңіз кірісесіз, личностный рост болады сізде, дамисыз, немесе өзіңізге өзіңіздің сенімділігіңіз артатын болады, болған бір нәрсе себеп болады. Ол бір нәрсе немесе бір адам себеп болады, да. Барлығы жақсы прям. Ай сіз үшін өте керемет ай, елеулі ай да болады, ер адам көп болады бұл айда өміріңізде, араласады сондай ісіңізге, да. Оның арасында агрессивный адамдар да табылады. Тек қана прям өз-өзіңізді жоғалтпаңыз, да? Және не керек екенін өзіңізге білсеңіз болды. Сосын кез келген түскен информацияны, кез келген алдыңызға адамды, кез келген өзінің жаңағы ойын айтқан адамның барлығын, информацияның барлығын талдаңыз. Бірден шешім қабылдауға тырыспаңыз, ойланыңыз, бірақ барлығы жақсы болатынын сөзсіз. Сіздерге тек қана сәттілік тілеймін. Міндетті түрде өздеріңіз пікірлеріңізді қалдырыңыздар, және де каналға тіркеліңіздер. Келесі жорамалда кездескенше сау болыңыздар.